бірі мойнына ілініп қалмағанда, жаңағы ішіге өліп қалды десе, не онда ол да жоқ дейді. Бірақ түсінбейді да ешкім қалай, неден оны өзінен өзі өліп қалған. Өзінен өзі өліп қалған. Осындай тылсым нәрселер бар кезде, бар десек көп адам сенбейді. Ол енді көп көзіміз жетті ғой. Жаңағы Құранның, ана жаңағы кісі келіп оқып жүрген кезде, Құранның бір аятын, сүресін ұмытып қалдым, қай сүре екендігін. Кәдімгідей бір шеті деген былайынан ойылып, кәдімгі күйіп қалған ғой. Бүйтіп ойып тастағанда былай. Ешкім үйде бүйтіп Құранды ашып алып, мынаны ойып тастайыншы деп күйдіріп тастамайды ғой оны. Кәдімгідей мына жартысы жоқ па, осындай қылып ойып тастаған ғой. Кәдімгідей бір қызығы күйген да, күйдірген. Оның үстінде мамам Құран енді ашып оқып отырған кезде, соның арасында, мынау не деп көріп қалды да. Мынау не сұмдық деп бір парағы. Сонда айтамын да, енді бұл бір жағынан қарап тұрсаң, бұл сынақтың барлығы да маған не үшін келді деген кезде, Аллах тағалам ешқандай да ешкімді бекерден бекер сынамайды да. Бір нәрсе үйренетіндей болу керек. Жалпы осы сізге сиқыр, дуа жасалған тағы қандай белгілер болды сізде? Ризық жағынан қысқартылады. Қарызға кіріп кетті. Білмеймін қалай мен